Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен медовый торт жасаймыз. Кремі заварной крем. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Ең алдымен бізге жұмыртқа, ұн, сары май, қант, бал керек болады. Қантымыз бен сары майымызды баяу отта жақсылап ертіп аламыз. Ертіп алғаннан кейін балымызды саламыз. Одан кейін бір-бірден жұмыртқамызды салып, жақсылап ертіп аламыз. Енді осы массамызға содамызды саламыз. Содамыз жақсылап еру керек. Массамыз әппақ болу керек. Баяу отта араластырамыз. Массамыз әппақ болып шығу керек. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді ұнымызды алып, ұнымызға массамызды құямыз. Осылай бірінші лопаткамен араластырып, тағы да ұн қосамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Енді қамырымыздың бетін салапанмен жауып, холодильникке 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5-10 минутқа қойғаннан кейін оны бірдей бөліктерге бөлеміз. Менде 9 бөлік шықты. Сіздер кішірек 10 бөлік жасасаңыздар да болады. Енді пергаменттің үстіне ұнымызды сеуіп, осылай видеодағыдай жайып шығамыз. Бізге керек размерде осылай кесіп алсаңыздар да болады. Тарелкамен кесіп алсаңыздар да болады, тарелканың көлемімен. Мен барлық 9 бөлікті осылай сразу жаямын да, одан кейін бір пісіріп аламын. 180 градуста 4-5 минутта пісіп шығады. Қызарған кезде ала бересіздер. Міне осымен біздің корждарымыз дайын болды. Олар қараңыздар, жабыспайды. Пергаментімізге жабыспайды, тез-тез алынады. Осылай бір-бірден пісіріп алдым да, бәрін жиып қойдым. Енді кремін жасауға кірісеміз. Бізге сүт, қант, жұмыртқа, сары май, кукурузный крахмал керек. Сары майымызды осылай бөліп аламыз, бөліп дайындап қоямыз. Өйткені біз сары майды қазір осылай бір-бірден ең соңында саламыз. Алдымен біз сүтімізді жылытып аламыз. Баяу отта жылытып аламыз. Енді келесі жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа мен қантымызды араластырып, оның үстіне кукурузный крахмалымызды қосамыз. Міне кукурузный крахмалды қостық, жақсылап араластырып аламыз. Енді жылыған сүтімізді осы массаның үстіне құямыз. Сүтімізді міне құйып жатырмыз.
Енді тағы араластырып, баяу отқа қайтадан қоямыз. Енді баяу отта араластырып тұрамыз. 20 минуттай болады араластыруымыз керек. Пока масса қоюланбағанша араластырып тұрамыз. Сары майымызды бір-бірден, екі-екіден салып тұрамыз. Міне қараңыздар, осылай міне қою болып шығу керек. Енді осы қоюланған массамыздың астын өшіріп, бетін салатанмен жауып, холодильникке қойып қоямыз. Енді біз ары қарай бізге сливки керек. Сливкиді миксермен араластырып аламыз. Миксермен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы қоюланған массамызды сливкидің үстіне құямыз. Екеуін жақсы біріккенше араластырамыз. Енді осылай тортымызды жинап аламыз. Жинап алып, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Әр коржға 2 немесе 2,5 қасық крем кетеді.
Жаңа біз шеттерін кесіп тастадық қой. Соның шеттерін кесіп тастағанды бөлек пісіріп аламыз да, оны жақсылап үгітеміз. Оқтаумен үгітсеңіз болады. И соңында осылай бетіне сеуіп шығамыз. Достар, осымен біздің медовый тортымыз дайын. Қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай ғана әсемдедім. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.